Саламатсыздар ма? 10-шы дәріс. Тақырыбы зат есім сөз жасамы. Дәрісіміздің жоспары. Бірінші, зат есімнің сөз жасамдық жүйесі. Екінші, зат есімнің сөз жасамдық тәсілдері. Зат есім сөз жасамының жалпы сипаттамасы. Зат есім сөз жасамы ең күрделі әрі бай сөз табының бірі. Зат есімде сөз жасамның барлық тәсілдері белсенді түрде қолданылады. Бұл сөз табы арқылы тілде көптеген жаңа атаулар, ұғымдар жасалып, лексикалық қор байытылады. Зат есімнің сөз жасамдық жұрнақтары 100-ден асады, және олар алуан түрлі мағына береді. Зат есімнің сөз жасамдық тәсілдері. Синтетикалық тәсіл арқылы, яғни жұрнақтар арқылы жаңа туынды зат есімдер жасалады. Мысалы, бөлме сөзі. Бөл етістігіне ме жұрнағы арқылы зат есім жасалып тұр. Шеберлік сөзінен де шебер сөзіне лік жұрнағы арқылы зат есім туындап тұр. Екінші, аналитикалық тәсіл арқылы. Екі немесе одан да көп сөздің тіркесуі арқылы жаңа мағыналы сөз жасалады. Мысалы, көкөніс қоймасы, жүк көлігі. Және лексикалық семантикалық тәсіл арқылы бір сөзге жаңа мағына беру арқылы сөз жасам жүзеге асады. Мысалы, 90 оқу мезгілі. 90 сан есімі оқу мезгілі мағынасында жұмсалынады. Сол сияқты ақ сөзі сүт, айран, қатық, қымыз, шұбат сияқты тағамдардың атауы ретінде де жұмсалынады. Жұрнақтардың түрлері. Жалаң жұрнақтар, яғни бір ғана морфемадан тұрады. Мысалы, ш, кер, жазушы деген сияқты. Екінші, құранды жұрнақтар. Екі немесе одан да көп морфемадан құралған. Мысалы, шылық, шілік, балық. Бұл жұрнақтар арқылы да нақты да абстракт тілде зат есім атаулары жасалады. Өнімді және өнімсіз жұрнақтар. Өнімді жұрнақтар тілде әлі де белсенді қызмет етіп жүрген жұрнақтар. Мысалы, ш, балықшы, лық жұрнағы, лық-лік, тық жұрнағы арқылы, мысалы, бастық, гер жұрнағы арқылы саудагер. Ал өнімсіз жұрнақтар қазіргі тілде жаңа сөз жасауға сирек қатысатын көне жұрнақтар. Мысалы, қай, кей жұрнақтары, алаңқай сөзінде, арт жұрнақтары, сын жұрнақтары. Зат есім жасалатын негіздер. Зат есімдер тек зат есім негізінде ғана емес, басқа сөз таптары негізінде де жасалады. Мысалы, сын есімнен, сан есімнен, етістіктен зат есімдер туындайды. Бұл құбылыс зат есімнің сөз жасамда жетекші рөл атқаратынын көрсетеді. Есімдерден зат есім тудыратын жұрнақтар. Жұрнақтар мағынасына қарай екіге бөлінеді. Сөздің мағынасын өзгертетін жұрнақтар және сөздің мағынасына үстеме мән қосатын жұрнақтар. Мағына өзгертетін жұрнақтар, мысалы, мамандық атауларын жасайтын жұрнақтар ш, кер, паз, мысалы, егінші, суреткер, аспаз. Орын жайды білдіретін хана, стан, дық жұрнақтары, дәріхана, шабындық. Лауазымды білдіретін лық-лік, дық-дік, мысалы, бастық, әкімдік. Кісі аттарында кездесетін бай, бек сияқты жұрнақтар, мысалы, оразбек, оразбай, асылбек. Салт дәстүрлерді жасауда қолданылатын жұрнақтар лық-лік, мысалы, құдалық, у жұрнағы, ілу. Туыстық атаулар тудыратын жұрнақтар лас-лес, тас-тес, мысалы, бауырлас, қарындас. Тағам атауларын жасайтын жұрнақтар шық, шік, лақ-лек, дақ, ірімшік, тұздық деген. Дене мүшелері шық-шік, тық-тік, мысалы, жіліншек, белдік сөздер туындайды. Мезгілдік ұғымды білдіретін жұрнақтар лық-лік, мысалы, апталық, жылдық. Дерексіз ұғымды білдіретін жұрнағы, шылық жұрнағы, мейірім, қастық, достық. Қарым-қатынасты білдіретін тас-тес, мысалы, жолдас, жерлес. Аспап атауларында қолданылатын ман, пар, мысалы, сайман, шоқпар. Деректі заттар жасайтын шық-шік, сыз, ойыншық, жеңсіз сөздер туындайды. Сонымен қорыта айтқанда, зат есім сөз жасамда ең өнімді әрі негізгі қызмет атқаратын сөз табы. Оның бай сөз жасамдық жұрнақтар арқылы тілдегі атаулар үнемі жаңарып отырады. Сөз жасам тілдің дамуын, мәдениетін, таным көкжиегін кеңітетін маңызды сала. Жұрнақтардың мағынасын меңгеру тіл байлығын арттырудың басты жолы. Теориялық тапсырмалар. Бірінші, терминдерді анықтаймыз. Төменде берілген терминдерге анықтама береміз. Берілген терминдер: зат есім, сөз жасамдық жұрнақ, жалаң жұрнақ, құранды жұрнақ, өнімді жұрнақ, өнімсіз жұрнақ, туынды түбір сөз және лексикалық мағына. Келесі тапсырма топтастыру, яғни төмендегі мәтіннен жұрнақтарды мағынасына қарай топтастырамыз. Берілген жұрнақтар ш, хан, қан, паз, ман, дас, шік, не, сыз, лық.
мағынасы мамандық жасайтын жұрнақтар, орын жайды білдіретін жұрнақтарды, туыстық немесе қатыстық атауларды, тағам атауларын, деректі зат есім жасайтын жұрнақтарды ретімен орналастырып шығамыз. Келесі тапсырма дұрыс бұрыс. Яғни берілген пікірлердің дұрыс бұрыстығын анықтаймыз. Пікірлер зат есімнің сөз жасамында тек синтетикалық тәсіл қолданылады. Дұрыс болса дұрыс, бұрыс болса бұрыс деп қасына түсіндірмесін анықтап жазамыз. Екіншісі, жалаң жұрнақтар бір ғана морфемадан тұрады. Үшінші, зат есім жасайтын жұрнақтардың саны шамамен 30-ға жуық. Төртінші, ш, кер жұрнақтары өнімді жұрнақтарға жатады. Яғни осы айтылған пікірлердің дұрыс бұрыстығын анықтап түсіндірме жазамыз. Келесі практикалық тапсырмалар: туынды зат есімдерді сөз жасамдық тұрғыдан талдаңыз. Дәріхана, шопандық, жазушылық, қонақжай, суреткер. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Берілген сөйлемдерден туынды зат есімдерді теріп жазып, құрамына талдау жасаңыз. Саяхатшы ауыл балаларына дәрілік өсімдіктердің түрлерін таныстырды. Арбакеш пен аспаз екеуі де базарлық дайындап әкелді. Мұндағы сөздер саятшылық, дәрілік, ары қарай сөздерді ретімен жазып шығып, түбірін, жұрнағын, мағынасын айқындаймыз. Сәйкестендіру тапсырмасы. Сәйкес жұрнақты мағынасына қарай орналастырамыз. Мағыналары: мамандық атауы, аспап атауы, мекен атауы, дерексіз зат атауы, тағам атауы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.